Сен қанша жұмыс істесең де ақшаң жетпейді. Себебі мәселе табыста емес, қаржылық сауаттылықта. Қаржылық сауаттылық бұл ақшаны табу, сақтау және дұрыс жұмсауды білу. Яғни табысың мен шығыныңды жоспарлап, қарызға батпай болашағыңды ойлап шешім қабылдау. Ақшаны басқара алмаған адам өз өмірінде басқара алмайды. Сенің ақшаң еңбегіңнің бейнесі. Егер сен оны қадірлемесең, өз еңбегіңді бағаламағаның. Сондықтан әр теңгеге, әр таңдауыңа есеп бер. Байлығымызды дұрыс пайдаланбасақ, болашақта шешім қабылдауға мүмкіндігімізден айырыламыз. Қаржылық сауатты ұлт мықты мемлекеттің негізі. Бай, берекелі және еркін қоғам саналы қаржылық мәдениеттен басталады. Сол мәдениетті арттыру үшін қаржылық білімде жүйелі дайындықты қажет етеді. Біз ешқашан спортшыларымызды дайындықсыз олимпиада жарысқа жібермейміз. Көлік айдай алмайтын адамға жүргізуші куәлігін алмай көліктің кілтін бермейміз. Бірақ өмірге енді қадам басқан жастарда ақшаны дұрыс басқаруды үйретпей, өз бетінше өмір сүруге жібереміз. Сол себепті көпшілігі кредит, несие, қарызға батып, қаржы қиындықтарына тап болады. Қаржылық сауаттылық әр адамға қажет өмірлік дағды. Егер мектептен бастап үйретсек, жастар өз табысын ақылмен жұмсап, отбасына, қоғамына және елге пайдасын тигізетін саналы азамат болады. Білімге салған ақша ең ақылды табыс көзі. Бұрын адамдар затты затқа айырбастайтын, мысалы бидайды етке немесе киімге. Бірақ бұл әдіс бәріне қолайлы болмады. Әркімге керекті зат табыла бермейтін. Сол себепті адамдар ақша ойлап тапты. Қазіргі Қазақстан аумағында күміс, мыс, қола және қорғасынан жасалған тиындар 9-10 ғасырларда қолданыла бастады. Ал теңге атауы 14 ғасырда алтын орда дәуірінде айналымда болған алтын күміс тиындар. Кейін бұл атау тәуелсіз Қазақстанның ұлттық валютасына берілді. Ақша арқылы кез келген заттың немесе қызметтің бағасын білуге болады. Ақша өздігінен құнды емес, оған адамдардың сенімі құн береді. Яғни бәріміз ақша заттың немесе қызметтің бағасын көрсетеді деп келісеміз. Бүгінгі таңда теңге фиаттық валюта, оның құны алтын немесе басқа материалдық байлыққа емес, халықтың және нарықтың сеніміне негізделген. Теңгенің құнын ұстап тұрған Қазақстан ұлттық банкі мен үкіметтің саясаты, экономиканың күші және халықтың сол ақшаға деген сенімі. Егер халық теңгеге сенуді қойып, бәрі доллар немесе басқа валютаны ұстайтын болса, онда теңге құнсызданады. Адамдар теңгені долларға немесе алтынға айырбастап алғанда теңгеге сұраныс азаяды, сенім жоғалады, осылай инфляция немесе девальвация басталады. Байлық санда емес, санада. Бай болғың келсе, ең алдымен өзіңді басқаруды үйрен. Бір тиынды үнемдеу, бір тиын табу деген сөз. Күн сайын жаңа нәрсе үйрен, технологияны түсін және ең бастысы табандылықты жоғалтпа. Нағыз байлық жаңа мүмкіндіктер тудыру мен адамдардың өмірін жақсарту қабілетінде. Байлықтың негізі көп ақша жинау емес, өмір мен еңбекте үйлесім табу, өз ісіңді сүйіп басқаларға пайда келу. Егер сен күн сайын шеберлігіңді жетілдіріп, айналаңа құрметпен қарасаң, сен рухани да, материалдық тұрғыда да байсың. Байлық тәртіп пен сабырдың жемісі, ал ақша тек айырбас құралы. Табысты адам өз еңбегін дұрыс бағыттап, артық шығындардан сақтанады. Қоғамдағы әр адам өз пайдасын көздегенімен, егер ол адал еңбек етсе, бұл тұтастай қоғамның байлығын арттырады. Ақылды адам ақшаны емес, оның артындағы құндылықты көреді. Қарапайым тілмен айтқанда, ақша уайымсыз өмір, еркіндік, қауіпсіздік және мүмкіндік. Білім алып саяхаттап, армандарыңды орындайтын құрал. Бірақ кейде сол мүмкіндіктерге ертерек жету үшін адамдар кредит алады. Кредит деген қазір ақша алып кейін қайтару. Яғни банк сізге сеніп ақша береді, ал сіз оны белгілі бір уақыттан кейін пайызымен қайтарасыз. Егер кредитті пайдалы іске, табыс табуға, бизнеске, білімге немесе үй сатып алуға қолдансаңыз, ол жақсы. Ал егер эмоциямен кредит алсаңыз, әсіресе басқаларда таң қалдыру үшін, ең қауіптісі сол. Тұтынушылық кредиттер мен құнын тез жоғалтатын заттарды бөліп төлеп алу. Жиһаз, техника, телефон, киім, косметика, автокөлік. Шығыны көп, құнын тез жоғалтатын заттар. Бастапқыда қуаныш пен рахат эмоция сыйлайды. Бірақ бұл қуаныш қысқа, ал қарыз ұзаққа созылады. Кедей болып қарыздан қарызға өмір сүргің келмесе, кредитті дұрыс пайдалан. Егер кредитің қарызың болса, одан құтылу үшін алдымен қанша қарызың барын анықта. Барлық қарызыңды жазып шық. Қай банкке қанша қарызың бар, пайыз мөлшерімен төлеу уақыты бәрін анық біл. Бұл бірінші және ең маңызды қадам. Сосын артық шығынды қысқартып, ақшаңды қарыз жабуға жұмса. Қажет болса банкпен сөйлесіп төлеу мерзімін ұзарт. Көптеген банктер қарызды қайта есептеп,
жаңа бағдарламасын ұсынады. Төлеу мерзімін ұзарту, пайыздық мөлшерлемені азайту немесе бөліп төлеу жоспары. Мұндай мүмкіндік көбіне ашық сөйлескен адамға беріледі. Ең бастысы жаңа қарыз алма. Сарапшылардың сөзімен айтқанда, қарызды қарызбен жапсаң, түбінде тек шұңғырың тереңдейді. Егер сізден қарызға ақша сұраса, алдымен өз жағдайыңызды ойлаңыз. Нақты себеп пен мерзімді сұраңыз. Көмектескіңіз келсе, қарыз емес, сыйлық ретінде беріңіз. Қайтармаса да ренжімеймін деген оймен. Ал бере алмасаңыз, сыпайы түрде бас тартыңыз. Мысалы, менің де жоспарым бар, көмектесе алмаймын. Бұндай жағдайда ең дұрыс шешім ақша емес, кеңес немесе қолдау көрсету. Ескі дос, таныс немесе көршіңіз сұраған жағдайда ақшаны не үшін және қашан қайтаратын нақты сұраңыз. Берсеңіз, жазбаша дәлел қолхат қалдырған дұрыс. Кімнен және кімге берілді? Аты жөні, ЖСН мекен жайы, қанша ақша берілді, қай күні және қашан қайтарады. Уақыты мен күні қолхатта қолмен қол қойылуы міндетті. Заңды күшке ие құжат болып саналу үшін. Ал егер ақшаңызды сақтағыңыз келсе, депозитке салу қауіпсіз, бірақ табысы шектеулі. Қазақстанда инфляция жоғары, сондықтан пайыздық өсім оны әрең жабады. Депозит ақшаны сақтау үшін жақсы, бірақ көбейту үшін емес. Қарапайым мысал, егер сіз 1 миллион теңге депозитке жылдық 15% мөлшерлемемен салсаңыз, жыл соңында 1 миллион 150 мың теңге аласыз. Ал егер сол жылы инфляция 11% болса, тауарлар мен қызметтердің бағасы да 11% өседі. Сонда нақты табыс 4% ғана болады. Ақшаңыз сақталады, бірақ айтарлықтай көбеймейді. Ақшаңды депозитке салсаң аздап өседі, білімге салсаң өзің өсесің. Айырмашылығы екіншісін салық ұстай алмайды. Ақшаны пайда беретін нәрселерге салған дұрыс, білім, кәсіп немесе жер. Ал сән үшін алынған несие мен артық шығын кейін бас ауруына айналады. Тойға барғанда да ақшаны көрсетіп мақтану үшін емес, шын ниетпен жағдайыңа қарай сыйлық жасаған жөн. Ақша көп болудың сыры ақылды шешім қабылдай білуде. Әдемі өмірді көрсету оңай, ал оны ұстап тұру үшін қаржылық сауат керек. Сондықтан байлықтың мәнін түсіну үшін ақшаның қайдан кетіп, қайдан келетінін білу маңызды. Мұны түсінудің ең қарапайым тәсілі актив пен пассив ұғымдары. Актив бұл сізге табыс әкелетін нәрсе. Мысалы, жалға берілетін пәтер, бизнес немесе депозит. Олар уақыт өте келе ақша әкеледі. Ал пассив керісінше табысыңызды азайтатын шығын әкелетін нәрсе. Темекі, алкоголь, несие, артық киім, жыл сайын жаңаратын гаджеттер. Бұлар ақшаны азайтады. Көп адам ойлайды, қолында бардың бәрі актив, бірақ байлық заттың көптігінде емес, сол заттың табыс әкелуінде. Ақшаң саған жұмыс істесе ғана ол актив. Сондықтан қаржылық сауатты адам табысын тек сақтап қоймай, көбейтуді де ойлайды, бірақ бастауға қорқады. Негізі қосымша табыс табудың жолы өз қабілетіңді пайдалана білуде. Біреу бос уақытында онлайн сауда жасайды, біреу әлеуметтік желіде қызмет ұсынады, енді біреу өз қолымен өнім шығарады. Маңыздысы кішкентайдан бастау. Бір қосымша табыс көзі екіншісін ашу мүмкін. Ал табылған ақша бірден жұмсамай, бөлігін инвестицияға немесе білімге салу керек. Бірақ табыс артқан сайын жауапкершілік те өседі. Соның бірі салық. Әр азамат пен кәсіпкер мемлекетке салық төлейді. Ол арқылы мемлекет мектеп, аурухана, жол, полиция, әскер сияқты маңызды салаларды қаржыландырады. Мысалы, жұмыс істесеңіз, жалақыдан табыс салығы ұсталынады. Дүкеннен зат сатып алғанда бағасына қосылған құн салығы кіреді. Ал үй, көлік, жеріңіз болса, соған да салық төленеді. Яғни салық мемлекет пен халықтың арасындағы келісім. Сіз төлейсіз, ал мемлекет сол ақшаны қоғам игілігіне жұмсайды. Ақылды адам табыс табуды ғана емес, оны дұрыс басқаруды да үйренеді. Сол кезде ақша өзіне де қоғамға да пайда келеді. Қартайғанда ақша тапшылығы болмау үшін қаржыны дұрыс басқару керек. Қазақстанда көптеген адамдар зейнетке дайындықты отбасы арқылы шешеді. Бала өсіріп, оны тәрбиелеп, қартайғанда көмегін күтеді. Бірақ тек осы әдіске сену жеткіліксіз. Мемлекеттік зейнетақы және жеке жинақтар да қажет. Табыстың бір бөлігін тұрақты жинап, қосалқы табыс көздерін құрыңыз. Кішкентай сомадан бастасаңыз да уақыт өте қаражатыңыз өседі. Қаржылық сауатты адамдар ақшаны бір жерде ұстамайды, бірнеше бағытқа бөледі. Акция, облигация, жылжымайтын мүлік, стартаптар. Олар сақтандыру мен тәуекелді басқаруды ескеріп, күтпеген шығындарға дайын болады. Ең бастысы уақытты тиімді пайдалану, ерте бастау және тұрақты түрде инвестиция жасау. Табысты сақтап қана қоймай, оны көбейту қаржылық еркіндік кепілі. Ал ақылды жоспарлау зейнетке сенімді қадам болып табылады.
Алайда бұл жолда ең үлкен қауіп алаяқтар. Олар ешқашан ұйықтамайды. Сіздің арманыңызбен, үмітіңізбен ойнайды. Ақшаны 2 еселеп береміз кепілдікпен. Бүгін 5000 теңге салсаңыз, ертең 50 000 теңге аласыз. Бір күнде бай бол. Ақшаны көп жаратсаң, көп ақша табасың. Мемлекеттен арнайы көмек алып береміз. Біз бәрін өзіміз жасаймыз. Сізге тек ақша салу керек. Ауруыңызда бір күнде емдеп береміз. Сізге көмектескіміз келеді. Мұндай уәделердің бәрі тәтті, бірақ көп жағдайда жалған. Егер біреу сізге оңай жолмен байып кетуді ұсынса, бұл 99% жағдайда алаяқтық. Алтын ешқашан жай жатпайды, ал оңай ақша ең қауіпті қақпан. Алаяқтар сізді асықтырып, ойлануға мүмкіндік бермей, қазір шешім қабылдаңыз дейтін болса, бұл олардың басты айласы. Бір ереже есте болсын. Ақша салмас бұрын тексеріңіз, сұраңыз, сұрақ қойыңыз. Растайтын құжат, келісім немесе ресми сайт болмаса сенбеңіз. Бейтаныс адамға, тіпті таныс емес нөмірден келген өтінішке де ақша аудармаңыз. Сіздің мүлкіңізді қорғау тек банктың емес, әр адамның жеке жауапкершілігі. Қазір интернетте құжаттарыңызды дұрыстаймыз, кредит пен штрафты өшіреміз, тіпті банк базасынан өшіріп береміз деген жалған уәделер көбейді. Мұндай хабарламалар мен парақшалар алаяқтардың айласы. Олар сізден алдын ала төлем сұрайды, ал кейін байланысқа шықпай кетеді. Ешбір заңды ұйым ақша беріп немесе төлем жасап, сіздің қарызыңызды жоқ қылып бере алмайды. Мұндай қызмет заңда жоқ. Сенім артпас бұрын тексеріңіз. Мемлекеттік не банк қызметі тек ресми сайттар мен қосымшаларда ғана көрсетіледі. Егер алаяқтарға алданып қалсаңыз, ең бастысы сабыр сақтау. Бірден банкке хабарласып, картаңызды бұғаттаңыз және ақша аударымдарын тоқтатыңыз. Барлық дәлелдерді жинап, полицияға арыз жазыңыз. Чек, скриншот, хаттар бәрі маңызды. Ақшаңызды қайтарып береміз деп уәде беретін тағы бір мамандар бар. Адам сенгіш болса, алаяқ көп болады. Бір алданған адамды тағы алдау оңай екенін алаяқтар жақсы біледі. Шотыңызда ақша жоқ, көлігіңізді сатыңыз, туыс-достан қарыз ала тұрыңыз дейтін болса, біліңіз, сіздің жеке мүлкіңізге қол соғуға ешкімнің құқығы жоқ. Сенбеңіз. Оларда алаяқтың айласы. Ешкімге жеке деректеріңізді, банк коды мен SMS хабарламаларын бермеңіз. Ақша қайтпауы мүмкін, бірақ тез әрекет етсеңіз, кейде банк тоқтатып үлгереді. Ең бастысы мұндай жағдайда сабақ алып сақ болу. Алаяқтықтың мәні адамның ашкөздігі мен жеңіл жолмен байығысы келетін ойында. Ақшаны бәрінен биік қойған қоғамда адал еңбек пен ар-ұяттың қадірі жоғалады. Егер адам ақшаны өмірінің басты мақсаты етсе, бір сәтте ақша үшін бәрін жасайтын адамға айналады. Сол кезде адам ар-ұяттан айырылады, ал қоғамда алаяқтар, парақорлар мен жөзекшелік пайда болады. Өкінішке орай ақшасы бар адам бұл дүниеде бәрін сатып алуға болады деп ойлайды. Бірақ ең құндысы ешқашанда ешқандай ақшаға сатылмайды. Ол тыныш ұйқы, шынайы күлкі. Үшіншісін білсеңіз, астындағы комментарийға жазыңыз.